Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Жас кәсіпкерлер клубының негізін қалаған Павел Коктышев облысымызға арнайы шақыртумен келіп, 2 күндік шеберлік класын өткізді. Мақсат жаңадан іс бастаған жастарға бизнестің қыр-сыры турасында кеңес беру, сондай-ақ тәжірибелі кәсіпкерлермен пікір алмасу. 25 жасар Жаслан Мұстафаев жаңадан іс бастауды қалайтын жандардың бірі. Бұрыннан ойында пісіп жетілген бизнес жобасы бар. Қоқыс қалдықтарын өңдеу бағытында ізденіп, жоспарларын түзеп қойған. Бірақ кәсіпкерлік қолда бар шикізат пен қаржыны тиімді пайдаланудан тұратынын ескерсек, маған тәжірибелі мамандардың кеңесі ауадай қажеттігін байқадым, дейді ол. Палата предпринимателей во многом мне помогает. Кәсіпкерлер палатасы менің жобамды жүзеге асыруда көп жағынан көмекке келіп отыр. Кәнігі бизнес ортада қалыптасқан кәсіпкерлермен жүздесуге, ақыл сұрап кеңес алуға бағыт-бағдарымызды айқындауға мүмкіндік берді. Бүгінгі шеберлік класында қоқысты өңдеу бағытындағы бизнес жобамды жетілдіру үшін біраз қажетті ақпараттарға қанықтым. Ал Баян Мәлікқызы бизнесін өрге сүйреп дамытып отырған кәсіпкер. 23 жылдан бері цехта түйе жүнінен тоқылған бұйымдарды шығарады. Алғаш іс бастағанда ірі жетістікке жетеді деп ешкім ойлаған жоқ. Бүгінде өнімдерімізді шетелдерге шығаруды көздейміз. Ол үшін үнемі жан-жақты осы салада іліміңді жетілдіріп отырған маңызды, дейді кәсіпкер ханым. У нас цель. Бүгінгі таңдағы басты мақсатымыз өнімдерімізді шетелдерге экспорттап қана қоймай, екі жақты тауар алмасу, яғни білікті қызметкерлерді көптеп тарту, кәсіби техникалық мектептермен байланысты жаңғырту қажет. Ал ең үлкен арманымыз 2017 жылы экспо көрмесіне қатысу. Бұған дейін де Ресейдегі тоқыма өндірісінің озық компаниялармен әріптестік байланыстамыз. Мәскеудегі көрмелерге қатыстық, яғни халықаралық нарықта отандық өнімді таныту үшін үлкен күш, білім қажеттігіне көз жетті. Осындай шеберлік кластарында үйренеріміз мол. Эти действующие предприниматели. 2 күндік тренингке қатысушылар Мост бизнес инкубаторы аясында тегін оқудан өтуге мүмкіндік алды. Осыған дейін кәсіпкерлер палатасының жергілікті 1000-ға жуық тұрғын бизнестегі алғашқы бастамалар туралы кеңес алған болатын. Соның 30% тегін бизнес жоспарға ие болды. Айта кетсек, осыған дейін бизнес кеңесші бағдарламасына қатысқандардың 15% кәсіпкерлер палатасында жасалған тегін бизнес жоспарға ие болып қана қоймай, оны нақты жүзеге де асырған. Айгүл Қожақова, Алтынай Салықбаева, Алпамыс Шірбеков, Серік Қаражігітов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.